Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Жаратылыстану пәні сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы: дыбысты қалай естиміз? Дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады? Сабағымыздың мақсаттары: дыбыс қаттылығының дыбыс көзі мен қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тәуелділігін түсіндіру, экспериментті жоспарлау және жүргізу. Сен жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білетін боласың. Жедел жауап: өткен сабақты еске түсірейік. Заттар қай кезде дыбыс шығарады? Дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады? Дыбысты қалай бәсеңдетуге болады? Дыбыс қайда жылдамырақ таралады? Ауада ма, суда ма, әлде қатты заттарда ма? Есімізге түсірейік. Дыбыс дегеніміз не? Жалпы табиғатта адам баласы біле бермейтін неше түрлі құбылыстар бар. Қоршаған ортада біз көрмейтін, қолға ұсталмайтын, бірақ сол арқылы бір-бірімізбен қарым-қатынас жасап, музыка, радио тыңдайтын толқын түрі бар. Бұл толқын түрі дыбыс деп аталады. Жаңа ақпаратпен таныс болайық. Оқушылар, уақытты немен өлшейді? Ұзындықты қандай өлшем бірліктермен өлшейді? Ал дыбысты өлшеу мүмкін бе? Қалай ойлайсың? Дыбыс деңгейінің қаттылығын өлшеу үшін арнайы өлшем бірлік қолданылады. Оны децибел деп атайды. Енді мына заттардың қаттылық деңгейімен таныс болыңыздар. Жапырақ сыбдыры 10 децибел, сыбырлау 20, сағат дыбысы 30, тыныш бөлме 40, тыныш көше 50, әңгіме 60, шулы көше 70, денсаулыққа зиянды деңгей 75 децибел болады екен. Және пневматикалық балға 90, метро пойыздың дыбысы 100, қатты музыка 110, өте қатты деңгей 120, сирена 130, зымыран ұшуы 150 децибел. Ал тіршілікке қауіпті деңгей бұл 180 децибел болады екен. Енді оқушылар оқуқты ашып, суретте берілген нысандардың әрқайсының дыбыс қаттылығы деңгейін біл. Нысандарды дыбыс қаттылығы деңгейінің өсу реті бойынша ата. Қандай жерлерде қатты дыбыстарды естиміз оқушылар? Есімізге түсірейік. Жалпы дыбыс қаттылығы 130 децибелден асса, адам құлағы шыңылдайды екен. Ондай дыбыстар денсаулыққа өте зиянды. Мұндай дыбыстар кезінде құлақтың ішіндегі тамырлар жарылып кетуі мүмкін екен. Енді осы шудан қалай қорғануға болады? Мысалы, қарт адамның кейбірі нашар еститін байқадыңдар ма? Ал кейде жас адамдардың есту қабілеті де төмен болады. Неліктен болуы мүмкін? Жалпы шу кезінде, қатты дыбыс кезінде құлаққапты берушті қолдану керек екен. Сырттағы шудан қорғану үшін терезені жабу керек. Үй құрылысында дыбыс жұтқыш материалдар пайдалану және үйдің үлкен жолға қатысты орнын есепке алу. Ол үшін үй мен жолдың арасында жасыл желек отырғызу дұрыс екен. Сыныпта, мектепте, үзіліс кезінде шудан қалай қорғануға болады? Ол үшін айғайламай, бәсең сөйлеу керек екен. Есте сақтаңыз. Жалпы шудың қалыпты деңгейі 30 децибел болып табылады. Дыбыс көзінен қабылдаушыға дейінгі арақашықтық алыстаған сайын дыбыстың қаттылығы азаяды. Сен білесің бе, рупорды не үшін қолданады? Оны қайда пайдаланады?
Дыбыс қаттылығын қарапайым құрал рупордың көмегімен күшейтуге болады. Парақтан рупор жасап, дауыстап сөйлеп көріңіз. Естіген дыбысты жай сөйлеумен салыстырып көріңіз. Енді оқушылар, балық аулау кезінде неліктен шуламау керек? Неліктен біз масаның ызыңын қасымызға жақын ұшып келгенде ғана естиміз? Тоқылдақтың тоқылдаған дыбысы неге ағаштың кез келген жағынан естіледі? Жалпы біз жануарлардың түрлі дыбыс шығаратынын білеміз. Мысалы, жылқы кісінейді, ит үреді, сиыр мөңірейді, мысық мяулайды, ал сауысқан шықылықтайды. Жануарлардың дыбыстар әлеміне саяхат жасап көретін болсақ, оқушылар, мысалы, арыстан ырылдайды, ал аю ақырады, жылан ысылдайды екен. Қандай айырмашылықта байқауға болады? Кейбір жануарлардың дыбысы қатты болады екен, ал кейбір жануарлардың дыбысы бәсең болады екен. Ал енді ойланып көрейік, жануарлар неліктен дыбыстайды? Олар түрлі дыбыс шығарады. Мысалы, арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз аумағы екенін ескертіп ырылдайды екен. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Сарышұнақ қауіп сезсе, өзінің шиқылымен маңайындағыларға хабар береді. Аңдардың үнемі қозғалып тұратын құлақтары жан жақтағы өте әлсіз. Естілер-естілмес дыбыстарға дейін естиді. Ал ит не үшін дыбыс береді деп ойлайсыздар? Ол неліктен үреді? Ойланып көріңіз. Енді оқушылар үйге тапсырма. Кез келген дыбыс үлгілеріне мысал келтіріп, өз шығармашылығымен бөліс. 60-63 беттерді түсініп оқыңыз. Сабақ соңында кері байланыс беруді ұмытпайық. Бүгінгі сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды? Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.